Әлемдегі ең қауіпті саналатын Дакар 2016 жарысы мәресіне жетті. Сайыс жолына шыққан сайыпқырандар небәрі 2 аптада 9.000-нан астам шақырымды жүріп өтулері керек болатын. Төрткүл дүниедегі 1 миллиардтан астам жанкүйер көз тіккен сында Астана мотоспорт шабандоздары табысты аяқтауға тырысты. Первый Дакар, когда мы не пробили ни одного колеса. Такого еще не было. Мы стерли 42 баллона за Дакар и ни одного не порвали, не пробили. 13 кезеңге бөлінген жарыс жолының 4700 шақырымын аса жоғары жылдамдықпен өту талап етілген. Әр кезең сайын ұпайын түгендей түскен қазақстандық экипаж жалпы есепте 11-ші орынға табан тіреді. Делали все возможное. Из той техники, которая у нас была в распоряжении, выжили все, что смогли. И вот результат. Мы ожидали примерно топ-15, топ-20. Но позиция, конечно, которую мы заработали, нам больше понравилось. Астана мотоспорт штурманы былтыр ралли рейдтен өткен әлем кубогын жеңіп алған болатын. Вас, как наших партнеров, Қарашада қол жеткізген сол табыс Қазақстан командасының әлем кубогының жалпы есебінде топ жаруына септігін тигізді. Хочу поблагодарить наших спонсоров и наших партнеров. Это Самрук Пезуна и президентский клуб Астана. За то, что мы с вами, за то, что флаг Казахстана, благодаря вам и нашей работе, мы гордо и высоко несем на арене мирового спорта. Надеюсь, что это будет продолжаться. Әлем кубогы ақпан айында жеткізіледі. Астана мотоспорт командасы қатысатын айтулы сындар тізімі де сол шақта айқындалмақ.